Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрама есептер. Сабағымыздың смарт мақсаты. Осы сабақ барысында санды бірнеше есе арттыруға және кемітуге берілген әртүрлі тапсырмаларды орындау арқылы есептерді талдай отырып құрама есептер шығаруды үйрену. Сабағымызды алдымен психологиялық дайындық жүргізіп бастайық. Олай болса, мына өлең жолдарын менімен бірге қайталаңдар. Оқып білім аламыз, біз көңілді баламыз. Математика пәнінде тапқыр алғыр боламыз. Балалар, өткен сабақта біз не үйрендік? Және қай қалаға саяхат жасаған едік? Қане есімізге түсіріп көрейік. Әрине балалар, біз өткен сабақта Астана қаласына, яғни біздің елордамыз қазіргі Нұр-Сұлтан қаласына саяхат жасаған болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта балалар біз Алматы қаласына саяхат жасайтын боламыз. Ендеше саяхатымызды бастайық. Оқулығымызда 26-шы сабақты ашамыз. Бізге берілген бірінші тапсырма мынадай. Өрнектердің мәнін тап. Олардың мәніне қай әріп сәйкес келеді? Сандарды өз суреті бойынша қойсаң, Алматыдағы тау шаңғы курортының атауын білесің. Мына жерде кесте берілген және өрнек берілген. Осы өрнектердің мәнін тауып, шыққан мәнін өз суреті бойынша орналастырсақ, біз мына суретте орналасқан демалыс, яғни курорттың атауын білетін боламыз. Ендеше өрнектердің мәнін табайық. Өрнектердің мәнін тапқан кезде оқушылар алдымен амалдардың орындалу тәртібін сақтауымыз керек. Яғни бізде бұл жерде бірінші көбейту орындалады. Содан кейін азайту, қосу орындалады. Ал егер жақша болған жағдайда бірінші жақшаның ішін орындаймыз, иә? Соны ұмытпаңдар. Бұл есептеудің барлығын өздерің орындап, менің орындағанымен салыстырып көріңдер. Міне балалар, өрнектердің мәнін таптық, енді өз суреті бойынша орналастырамыз. 1, 8, 14, 17, 30, 34, 53, 80. Сонда біз тау шаңғы курортының атауын табамыз. Яғни ол Шымбұлақ екен. Шымбұлақты естігендерің немесе барып көргендерің бар ма? Ал егер білмеген болсақ, мына видеоны көріп Шымбұлаққа барып қайтайық. Шымбұлақ тау шаңғы орталығына жету үшін алдымен Медеу мұз айдынынан бару керек. Және сол Медеу мұз айдынынан осындай аспалы жол арқылы 15 минутта тау шаңғы орталығына жетеді екенбіз. Қазіргі таңда бұл Шымбұлақ демалыс орталығы тек қана қазақстандықтар емес, шетелден келетін қонақтар үшін де демалатын орынға айналды. Міне балалар, видеоны тамашалап болды. Енді келесі тапсырманы орындаймыз. Есептің шартын оқы, сұрақтар құрастырып есептер шығар. Ендеше есептің шартын оқиық. Аспалы жолмен жүретін бір кабинаға 8 адам сияды. Серуенге 24 бала. Олардан 3 есе кем ересек адамдар келді. Ендеше бұл жерде балалар, қазір біз есептің шартын қысқаша түрде жазамыз және шешуін, жауабын жазатын боламыз. Не белгісіз екенін ойланайық. Бір кабинаға 8 адам отырады. Баланың саны 24, ал ересек адамның саны
балаға қарағанда 3 есе кем екен. Есе кем деген жағдайда біз не істеуші едік? Соны ойламайық. Және осы барлық адам, бала және ересек адам барлығын қосқанда, барлық адам неше кабинаға отырады, соны да табуымыз керек. Шешуі 24 қосу 24 бөлінген 3, жақша сыртында бөлу 8 тең 4. Сонда жауабы барлығы 32 адам. Ересек адам мен баланы қосқанда барлығы 32 адам екен. 32 адам 8 адамнан 4 кабинаға отырады екен. Жарайсыңдар балалар, міне есепті осылай шығардыңдар деп ойлаймын. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырма бізде есептер бойынша өрнек жаз дейді. Ендеше есептерді оқып шығайық. Бірінші, мұз айдынға 9 бала, ал олардан 3 есе артық ересек адамдар келді. Мұз айдынға барлығы неше адам келді? Бұл жерде баланың саны 9, ал ересек адамның саны 3 есе артық деп тұр. Және біз бұл жерде табуымыз керек ересек адамды және барлығы мұз айдынға неше адам келген табуымыз керек. Бұл жерде бірақ бізге берілген тапсырма, біз есептің шартын жазбаймыз, тек қана есеп бойынша өрнек құрастырамыз. Екінші есепті де оқып өтейін. Автобусқа 24 бала. Балалардан 3 есе кем мұғалімдер, ал мұғалімдерге қарағанда 2 есе кем ата-аналар отырды. Автобусқа неше ата-ана отырды? Міне осы есептер бойынша өрнек құрамыз. Бірінші есеп бойынша өрнек құрайық. Бұл жерде біз бірінші есепте барлығы неше адам мұз айдынға келгенін табатын боламыз. Сонда 9 көбейту 3 қосылған 9 тең 36. Яғни мұз айдынға барлығы 36 адам келіпті. Ал екіншісінде 24 бөлу 3 бөлінген 2 тең 4. Бұл жерде біз келген ата-ананың санын таптық. Жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, бүгінгі сабақ бойынша мынау жетістік баспалдағына қарап отырып, кері байланыс беріп өтейік. Және бағалау критерийлеріне қарап, өзімізді балдық жүйемен бағалап көрейік. Сонымен балалар, үйге тапсырма. Дарын онлайн платформасына кіріп, осы сабақ бойынша видео сабақты тыңдап, және тест тапсырмасын орындаймыз.